Бүгінгі видеода Филиппе Коутиньо Барселонаның атынан бірінші голын салды. Манчестер Юнайтед командасы бразилиялық ойыншы Фабиньоны қызықтыруда. Пулишич Боруссия Дортмунд командасынан Баварияға ауысуы әбден мүмкін. Кеше екінші полуфиналдық матч өтті. Барселона мен Валенсия финалға шығуға таласты. Бұл матчта Барсаның жанкүйерлерінің қуанышына орай Пике бірінші минуттан бастап ойынға шықты. Пикенің алдыңғы матчта алған жарақаты жеңіл болған. Коутиньо бұл ойында бірінші керемет голын салды. Коутиньо тек қана ойынға екінші таймда қосылып, оған голдық пас берген Суарес болатын. Коутиньо бұл матчта жақсы ойын көрсетті, бірақ 1-2 ай жаңа командаға, жаңа лигаға үйреніскеннен соң ол жаңа өзінің керемет ойын көрсете алады деген үміттеміз. Барселона және Валенсия арасындағы өткен бұл матч 2-0 есебімен аяқталды. Жалпы екі матчтың есебі бойынша 3-0 есебімен Барселона финалға шықты. Осы өткен матчта бірінші голды салған Филиппе Коутиньо 49 минутта гол салды. Екінші голды 82 минутта Иван Ракитич соқты. Кикердің айтуы бойынша Бавария Арен Роббен мен Франк Риберидің жақын арада карьерасын аяқтайтынын ескеріп, олардың орнына Кристиан Пулишич пен Леон Бейлиді алғысы келеді. Кристиан Пулишичке Челси және Ливерпуль командалары қызығушылық танытуда. Леон Бейли және Кристиан Пулишич Бавария командасына 2018 жылдың жазғы трансферінде ауысуы мүмкін. Монако командасының ойыншысы Фабиньо Монакодан басқа клубқа көшкісі келетінін айтты. Мен Монакодан мықтырақ әлемге әйгілі клубқа көшкім келеді. Мен Монако мен Лига 1-де жеңдім, бірақ менің мұндағы уақытым соңына келіп жетті, деді Фабиньо. Манчестер Юнайтед командасы 2017 жылғы жазғы трансферде Фабиньоны өз қатарына алғысы келген болатын, бірақ Монако бұған қарсылық білдірді. Фабиньо өте универсалды футболист, ол жартылай қорғаушы және қорғаушы болып та ойын көрсете алады. Бразилиялық ойыншы Фабиньо Монако командасынан Манчестер Юнайтед командасына ауысатын болса, Манчестер Юнайтед командасын әлде қайда күшейте түсетіні белгілі. Құрметті көрермендер, сіздерге осындай видеолар ұнаса лайк басып, комментария жазып, арнаға жазылып қолдап кетіңіздер.